Аса қамқор, ерекше мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Жақсылыққа бұйыру және жамандықтан қайтару мұсылман қоғамының ортақ парызы болып табылады. Жаман іс, теріс қылықты көрген әрбір мұсылман мүмкіндігінше одан қайтаруға міндетті. Бұл жағдайда басшы мен бағыныштының, болмаса ғұлама мен қарапайым адамның арасында ешқандай айырма болмайды. Құран кәрімдегі Әли Ғимран сүресінің 110-шы аятында Алла тағала: сендер адамдарға жақсылықтарды бұйырып, жамандықтардан тыятын, сондай-ақ Аллаға иман келтіретін қайырлы бір үмбет болып шығарылдыңдар десе, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сендер міндетті түрде жақсылыққа бұйыруларың және міндетті түрде жамандықтан қайтаруларың керек деп бұйырады. Имам Муслим риуаят еткен және бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дін насихат деді. Адамдар: «Уа Алланың елшісі, кімге қатысты?» деді. Ол: Аллаға және Алланың кітабына және оның елшісіне және мұсылмандар басшыларына және жалпы барлық мұсылмандарға қатысты деді. Міне, бұл хадисте де бүткіл мұсылман басшылары мен жалпы барлық қарапайым мұсылман қауымына жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақыру жүктелген екені түсіндірілуде. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сендер қандай болсаңдар, басшыларыңда дәл сондай дейді. Бұл не деген сөз? Бұл өздерің түзелмей, өзгенің түзелуі мүлдем мүмкін емес деген сөз. Біз сүріп жатқан қоғамда бүлік көп, фитналар мен қарамдар, хасаттар көп. Жан-жағымыз Алланың тыйған тыйымдарына қарсы әрекет етіп, жан-жағымызды ойынханалар мен бейхана тойханаларға, шарапханаларға, дүкендерімізді ішетін шегетінге толтырып, қыз-жігіттерімізді сондайдың ортасына жіберіп қойып, бірақ өзіміз сондайларды күнбе-күн көре тұра, тыйым жасай алмай, көрсек те көрмеген болып, айналып өтіп жүрміз деген сөз. Кел деп шақырып дамыл бермей жатқан банктер анау. Құшағын жайып қарсы алады да, соңында мойынсұнғанның қандаладай қанын сорады. Осы айтылғандардың бәрі халықты неге бастап жатыр? Хақиқатында бұлардың бәрі Алланың тыйымдарына қарсы шығып, халықты фитнаға, яғни жанжалға, дауға, бүлікке бастап жатыр. Ал енді осы айтылғандардың бәрі тек қана басшыларға қатысты ма? Әлде осы мәселелерге тыйым жасауға жалпы халықтың да тікелей қатысы бар ма? Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, халифалыққа сайланған кезінде халыққа: мен сендердің ең жақсыларың болмасам да, мені басшы етіп сайладыңдар. Егер менің істерім жақсы болса, маған жәрдемдесіңдер. Ал егер жаман болса, онда мені түзетіңдер. Сендерге қатысты істе Аллаға бағынған кезімде маған бағыныңдар. Ал егер мен оған бойсұнбаған кезімде маған бойсұнбаңдар, деді. Міне, бұл сөз бізге нені ұғындырады? Егер әрбір басшы, қай саладағы басшы болмасын, Алланың үкімдерін орындап, тыйғанынан тыйып, қарсы болғандарына қарсылық білдіріп, іс істесе, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарса, әрдайымда халық арасында әділ үкім жүргізсе, туралыққа бастаса, міне мұндай басшыға құрмет көрсету керек. Ал енді Алланың үкімдерінен тайып, елге әділетсіздік пен бүлік әкелетін
әрі сондайға душар ететін істерді басшылыққа алған басшыға халықтың ақиқат пен әділдікті бейбіт түрде талап етуіне құқығы бар деген сөз. Яғни халықтың қазынасына қол сұғылып, ол қазына шенділердің қалтасына құйылып жатса, балалары шетелде оқып, кедей-кепшік пәтерде жүріп, пәтер ақысын, жарығын, жылуын, суын төлей алмай зар жылап жүрсе, байлардың тойынған ұл қыздары ресторан, мейрамхана, тойханаларда жүрсе, байлардың кедейлерге бересі қақысы берілмей, байлар өскен үстіне өсіп, кедейлер төмендеп жатса, қоғамдағы тепе-теңдік жойылды деген сөз. Осы тепе-теңдіктің қалыпта болуы үшін ұлы Раббымыз қолында бар адамдарға ана жоқтардың тиесілі қақысын бер, олар да сендерге ілессін, қалып қоймасын, оларды сүйеп демеңдер дейді. Ал басшыларға халқыңа қарайлас, олардың мұң-мұқтажын өте, әділ үкім бер, оларды жамандықтан, харамнан қайтарып, туралықты нұсқа, сонда халқың мен берекет табасың деп жатыр. Ал жалпы халыққа әділ басшыға бағынып, өздерің де әділ болыңдар, харамнан қайтарыңдар, біреуге әділетсіздік жасамаңдар, әділетсізді әділдікпен, ақылмен шешіп, шынайы талқылаңдар, Раббыларыңның үкімінен жалтармаңдар, сонда ғана ақиқатқа жетесіңдер дегенді ескертеді. Қалайық, ақиқатқа жетпек болсаң, жаратушы Хақ Тағаланың үкіміне жүгінде, өзгеге де соны үкім ет. Шәкәрім атамыз, ей көп қалық, мен сендікпін деп қалық, оң терісін байқамай, таза жолдан тайқымай, алайлап тұнық шайқамай, тура жолмен кет қалық, таласты көрсең басып айт, кемдігін көрсең қосып айт, кекеп мұқап қыздырма, берекесін бұздырма, ызаның айт дегенін, желіктіріп сыздырма, адалдың әділ жолына ақырын басып жет қалық деген екен.